Мен сол түні қайтыс болғанымды білмедім. Өлім періштесі келіп маған 3 түн ғана уақыт берді аяқталмаған істерімді аяқтап алу үшін. Бірақ мен оның қандай іс екенін білмейтінмін. Сондықтан 3 түн қатарынан тек Даниярдың үйіне бардым. Бәрі менің үйлену тойымнан басталды. Мен Даниярды 7 жасымнан бері білетінмін. Біз бір аулада өстік. Балалық шағымыз бірге өтті. Бірге мектепке бардық, бірге сабақ оқыдық, бірге ойнадық. Мен жыласам ол мені жұбататын. Мен бір нәрседен қорықсам ол менің қасымда тұратын. Сол кезде мен оның менің өмірімдегі ең маңызды адам болатынын білмедім. Біз өскен сайын достығымыз да өзгерді. Мектептің соңғы жылдарында мен оның маған басқаша қарайтынын сездім. Бір күні ол менің алдыма келіп, «Мен сені бала кезімнен жақсы көремін», деді. Мен де айтарымды білмей тек күліп қойдым. Өйткені мен де оны жақсы көретінмін. Сол күннен бастап біз бірге болдық. Бірнеше жылдан кейін Данияр маған үйленуге ұсыныс жасады. Мен сол сәтті әлі ұмытпаймын. Ол менің қолымнан ұстап, «Менің өмір бойы бірге болғым келетін адамым сенсің», деді. Мен соған сендім. Шын жүрегіммен сендім. Біз үйлену тойымызды жоспарладық. Мен ақ көйлек таңдадым, тойхананы безендірдік, қонақтарды шақырдық. Мен әр кеш сайын той болатын күнді күтумен болдым. Мен сол күні өмірімнің ең бақытты күні болады деп ойладым, бірақ мен қатты қателескен екенмін. Той болатын күн келді. Мен таңертең ерте тұрдым, шашымды жасаттым, ақ көйлегімді кидім, айнаға ұзақ қарап тұрдым. Сол кезде мен өзімді ерекше бақытты сезіндім. Бірақ бір нәрсе мазалады. Данияр маған таңертеңнен бері хабарласпаған. Мен оған қоңырау шалдым, жауап бермеді. Мүмкін дайындалып жатқан шығар деп ойладым. Тойханаға бардым, қонақтар келе бастады. Бірақ Данияр жоқ. Уақыт өтіп жатты. 10 минут, 20 минут, 1 сағат. Мен қайта-қайта телефонына қоңырау шалдым, жауап жоқ. Сол кезде оның досына хабарластым. Ол біраз үнсіз тұрды да сосын маған Даниярдың басқа қызбен отқандығы жайлы айтып хабарлама түрінде фото жіберді. Фотоны көріп мен шок болдым. Көздеріме сенбес едім. Данияр маған бұлай жасау мүмкін емес. Жоқ деп жылап жібердім де және тойханадан сыртқа атып жүгіріп шықтым. Сыртта жаңбыр жауып тұрды. Мен ақ көйлегіммен жалғыз келе жаттым. Көз жасым жаңбырға араласып кетті. Мен Даниярға ашуландым. Оны жек көргім келді. Бірақ ішімде бір дауыс «Неге?» деп қайта-қайта сұрай берді. Неге ол бұлай істеді? Неге мені тастап кетті? Неге дәл бүгін? Мен жол бойынан келе жатып светофорға жеттім. Жасыл шам жанды. Мен жолдан өте бастадым. Сол сәтте алыстан көліктің дыбысын естідім. Мен басымды бұрдым. Көліктің жарығы көзімді қарып жіберді. Содан кейін ештеңе есімде жоқ. Көзімді ашсам, Даниярдың үйінің алдында тұр екенмін. Қалай келгенімді де білмеймін. Оның үйіне кіргенде Даниярдың басқа қызбен бірге отырғанын көрдім. Екеуі күліп сөйлесіп отыр екен. Мен ашуланып «Данияр!» деп айқайладым. Ол маған қарамады. «Данияр, мен саған айтып тұрмын». Ол мені естімей тұрғандай еді. Мен оның алдына тұрып, «Сен мені көрмейсің бе?» деп айқайладым. Бірақ ол мені көрмеді. Ол қасындағы қызбен бірге сыртқа шығып кетті. Мен олардың артынан еріп шықтым. Олар көлікке отырды және кетіп қалды. Мен артта қалып кеттім. Сол кезде қорқып кеттім. Олар мені көрмей тұрған сияқты еді. Мен көшеде ары-бері өткен адамдарға жалтақтап, «Мені көріп тұрсыздар ма? Мені көріп тұрсыздар ма?» деп сұрай бастадым. Ешкім жауап бермеді. Мен көшенің шетінде отырып қалдым. Аспанға қарап жыладым. Неге мені ешкім көрмейді? Найзағай жарқ ете түсті. Сол кезде қолыма қарадым. Саусақтарымның ар жағынан көшедегі жарық көрініп тұрды. Менің денем мөлдірленіп кеткен еді. Сол сәтте жолдағы оқиға есіме түсті. Көлік, жарық, қараңғылық. Мен сыбырлап, «Мен өлдім бе?» дедім. Сол сәтте жаңбыр бірден баяулады. Менің қасымда өлім періштесі пайда болды. Қап-қара киінген, ұзын бойлы, жүзі көрінбейтін қорқынышты еді. «Сен кімсің?» деп сұрадым. Ол тоқтады. «Сенің уақытың аяқталды», деп айтты. Менің денем дірілдеп кетті. «Мен өлдім бе?» Ол үнсіз қалды. Мен жылап жібердім. «Бүгін менің тойым күні еді ғой, неге бұлай болды?» Өлім періштесі маған жақындап, «Саған 3 түн уақыт беремін, аяқталмаған ісіңді аяқтап ал», деді. Мен аң-таң болып қалдым. Аяқталмаған ісім, ол қандай іс болуы мүмкін деп ойладым. Есіме бірден Данияр түсті. Және де сол түннен бері мен 3 түн қатарынан тек Даниярдың үйіне бардым. Бірінші түні Данияр
еш нәрсе болмағандай телефонын қарап күлімдеп отыратын еді. Мен үйдің бұрышында отырып тек оны бақылайтын едім. Ол мені көрмей тұр еді. Екінші түні де ол үйде жалғыз болды. Бірақ ол үйде бір нәрсенің жүргенін байқағандай қорқа бастады. Үшінші түні жайбарақат тамақтанғанын көріп, менің ашуым шықты. Бойымды ашу билеп оны өлтіргім келді. Сол сәтте Данияр мені көрді және де қорқып кетіп көзін жұмып, мені өлтірмеші деп жалына бастады. Бірақ мен оның мойнындағы алқаны көрген кезде тоқтап қалдым. Өйткені ол алқаны мен өзім сыйлыққа оған беріп едім. Есіме Даниярмен бала күннен бірге өскеніміз түсіп кетті де ойымнан қайттым. Көзіме жас келді де жылап жібердім. Сол сәтте дәл артымда өлім періштесі пайда болды. Уақытың аяқталды деді. Мен жоқ, кеткім келмейді, маған тағы да уақыт бер деп жалындым. Бірақ ол уақытың аяқталды деп екінші рет айтты. Мен артқа бұрылып Даниярға қарадым. Ол бұрышта қорққанынан көзін де ашпай жылап отыр еді. Мен іштей сыбырладым. Мен сені жақсы көріп едім ғой. Данияр мені естіп тұрғандай маған бұрылып қарады. Аружан, бұл сен бе? Деп мені таныды. Ол жылап жіберді. Кешірші мені, Аружан, мені кешір. Мен сені сүйемін, Аружан, деп айқайлады. Менің көзімнен жас ағып кетті және де күлімдеп аппақ нұрмен бірге жоқ болып кеттім. Сол түннен кейін Данияр мені ешқашан көрмеді, бірақ ол мені ұмытпады. Ал мен ақыры тыныштық таптым.